Әрбір қазақстандық күніне 150-200 литр су пайдаланады. Бұлай жалғаса берсе 30 жылдан кейін ауыз су тапшылығы болады. Үнемдейік ағайын. Бұл туралы Экспресске жазды. Ел аумағындағы судың 80%-ы көрші елдерден келеді. Кейінгі жылдары трансшекаралық өзендерде су азайып, тартылып жатыр. Сенат депутаты Ақылбек Күрішбаев су шаруашылығымен айналысатын жоғары орган құруды ұсынды. Негізі су ресурстарының қоры туралы нақты мәлімет ешкімде жоқ. Бұл саланы цифрлық форматқа ауыстырып, қашықтықтан зондтау технологиясын енгізу керек, дейді. Дүниежүзі мамандары жыл сайын бас қосып, су мәселесімен қалай күресу жолын ұсынады. Бірақ Қазақстан бұл форумға қатыспайды. Өйткені ақша жоқ екен. Ал Сенат депутаты басқа бірақ судан ешқандай ақша аямау керек дейді. Суға келгенде Қазақстанда біраз мәселе бар. Мысалы қараңыз. Іле мен Ертістің басында Қытай тұр. Шу таластың басында қырғыздар, Сырдарияның басында тәжік пен өзбек, Еділ мен Жайықта орыстар. Қысқасы су